Алланы несімен естейбіз? Жоқтан бар қылған Алла, күн сайын өмір беріп атқан Алла, жүректі соқтырып атқан Алла, қанды айландырып атқан Алла, ұйқыны берген Алла, ырысқыны берген Алла. Алланы мен қантып естемеймін? Жоқтан бар қылса, ертеге Алланың алдына қайтып барсам, Алла айтады: «Афахасибтум аннама халақнакум абасан ва аннакум илайна ла туржаун». Эмне деп күмән қыласыңар сілер? Эмне біздің алдымызға, эмне біз сілерді бекер еле жараттық па? Мақсатсыз еле жараттық па? Ойын қылдық па? Жоқ. Эмне сілер біздің алдымызға қайтып келмейсіңер ме дейді. Демек Алланы біз естейді. Алла субханаху ва тағаланы естейді. Ал бізге қаншалық нематтарын берді, қаншалық жақсылықтарын берді туғанда. Шоның үшін Алланы естесек, Алла дағы бізді естейді екен. Эмне менен естейді? Разычылығы менен естейді, кечирімдүүлігі менен естейді, Алла мейірімі менен естейді, хидаяты менен естейді. Біз естемей қойсақ деле Алла естейді. Бірақ біз естесек, Алла Тағала бізді жақсы көріп естейді.